Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін әдемі, сочный, дәмді болып шығатын 40 қабаттан орама жасаймыз, яғни голубцы. Бізге керекті заттарымыз: пияз, 40 қабат, болгарский перец, тартылған ет, қызанақ, пияз, баклажаны. Менде 2 40 қабат, оның біреуі микроволновкада ысып жатыр. Оған дейін салмасын дайындай берейін дедім. Салмасын қара бұрыш пен тұзды ғана салдым. Басқа дәмдеуіштерін қосудың қажеті жоқ, өйткені онсыз да дәмді болады. Өздеріңіз қосам десеңіздер, қосып жасай беріңіздер. Барлығын осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін етімізді ұрғылап, арасында су қосып жіберсек болады. Жарты пиала. Қазанның астына баклажандарды, қызанақтарды, пиязды жақсылап тізіп қойып аламын. Одан кейін голубцаларды үстіне қоя беремін. Видеода барлығы түсінікті, өте оңай, өте жылдам. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны аяғына дейін көріп, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Рахмет. Және ас болсын.